Қош келдіңіз. Біздің кезекті сабағымыз алгебралық өрнектерді түрлендіру. Белгілі мысалдар арқылы оған қатысты мағлұматтарды пысықтап отырамыз. Бірінші есебіміз берілген өрнекті ықшамдау. Өрнекті ықшамдауда әртүрлі тәсілдер қолданылады. Бұнда амалдардың орындалу тәртібін бір дегенде ескеріп өтесіміз. Мәселен, бұл есепте бірінші амал жақшаның ішіндегі амалды орындаймыз. Екіншіде көбейтеміз, көбейту амалы. Үшіншіде азайту амалы орындалады. Төртіншіде сонда бөлу амалы орындалуға тиісті. Сондықтан біз амалдарды ретімен орындап отырайық. Біріншіде x квадрат бөлінген y минус x-тен y квадрат деген айырманы орындауымыз керек. Ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлім x пен y-тің көбейтіндісі xy. Бірінші бөлшектің толықтауыш көбейткіші y бар мұнда, x-те кеп жазамыз мұнда. Мұнда x бар, сондықтан y толықтауыш көбейткіші ретінде жазылады. Немесе x куб минус y куб болады екен. Екінші амалға көшейік. Екінші амал бір бөлінген x плюс y көбейтілген x куб минус y куб бөлінген xy. Бұл жерде бөлшектің алыммен бөліммен көбейтеміз. X куб минус y куб астында xy көбейтілген x плюс y болады. Енді біз үшінші амалды орындаймыз. Үшінші амалда x квадрат плюс y минус y квадрат минус y квадрат бөлінген xy азайту x куб минус y куб xy x плюс y деген айырманы орындаймыз. Ол үшін ортақ көбейткіш жазамыз. Ортақ көбейткішке бірінші бөлшектің бөліміндегі көбейткіштерді соғатын жазамыз. Екінші бөлшектің бөлімінде бірінші бөлшекке кірмеген көбейткіш x плюс y жазылады. Бірінші бөлшектің толықтауыш көбейткіші x плюс y болады, екінші бөлшекте 1 болады. Сондықтан біз x квадрат минус y квадрат көбейтілген x плюс y азайту x куб плюс y куб болады. Себебі мұнда жақшаның алдында минус таңба, мұнда минус таңбамен плюс y куб болып жазылады. Өрнектер қарай ықшамдайық. Жақшаны ашып көбейтеміз. Жерде x куб минус x y квадрат x пен y көбейт деген y пен көбейтеміз. Плюс x квадрат y минус y куб болады. Артында x минус x куб плюс y куб. Астында x, y, x плюс y.
x куб пен минус x куб жойылып кетеді екен. Минус y куб пен плюс y куб жойылып кетеді екен. Сонда қалған x минус x y квадрат плюс x квадрат y-тен жақшаның сыртына x y-ті шығарып жіберейік. X y шығарып жіберсек, жақшаның ішінде мынадан x қалады. Мынадан минус y қалады. Астында x y көбейтілген x плюс y. X y пен алым бөліміндегі x y екеуі қысқарады. Сонда қалды x минус y астында x плюс y. Төртінші амалды орындаймыз. Төртінші амал x минус y, x плюс y-ті бөлеміз. X минус y бөлінген x-ке. Бұл жерде бөлшекті бөлшекке бөлгенде бірінші бөлшек қалпынша жазылады. X минус y, x плюс y. Көбейтеміз. Екінші бөлшектің алым мен бөлімін ауыстырып көбейтеміз. Бөліміндегі x-ті үстіне шығарамыз. Алымдағы x минус y-ті астына түсіреміз. Бұл жерде бөлшекті бөлшекпен көбейткенде бөлшектің алымын алыммен, бұнда x минус y-ті көбейтеміз x-ке, бөлімін бөліммен көбейтеміз. X плюс y көбейтіледі x минус y. Екіншілікті екіншілікпен көбейтіп жатқандықтан екеуінде жақшаға аламыз, ортасында көбейту. Алым мен бөліміндегі бірдей көбейткіштер қысқарады. Сонда өрнектің мәні x бөлінген x плюс y болады екен. Екінші есеп тағы да өрнектің шамдау. Бұл жерде өрнекті жалпы біркелкі түрлендіріп отырайық. Бірінші жақшаның ішіндегі қосылғыштың ортақ бөлімі a куб v куб. Бірінші бөлшектің толықтауыш көбейткіші v куб, екінші бөлшектің толықтауыш көбейткіші a куб болады. Бұл жерде қосу болғандықтан қосылғыштардың орнына ауыстырып жазу болады. a куб плюс v куб. Көбейту. Екінші бөлшектің бірге жаңағы бөлімді толықтауыш көбейтіш ретінде жазып беруге тиіспіз. Сондықтан бөлім a квадрат минус a v плюс v квадрат болады да, үстінде жақшаны көбейтіп жазамыз. a v минус a квадрат. Бірді жаңағы a квадрат минус a v плюс v квадратпен көбейтеміз. Сонда плюс a квадрат минус a v плюс v квадрат болып жазылады. Минус a квадрат пен плюс a квадрат екеуі жойылады. Тең. Бұл жерде енді біз екі бөлшектің көбейтіндісіне келеміз. Келуден бұрын көбейткіштерге жіктеп жазайық. a куб плюс v куб дегеніміз кубтардың қосындысының формуласы бойынша a плюс v көбейтілген a квадрат минус ab плюс v квадрат түрінде жазылуға тиісті. Астында a куб v куб. Көбейтеміз. Екінші бөлшекте 2 ab плюс v квадрат. 2 ab. ab минус ab қысқарып кетеді екен тағы да.
қысқарады. Екеуі жойылып кетіп кетті екен, қарама-қарсыдан болды. Сонда бөлшектің алымында v квадрат қана қалып жатыр. v квадрат қалып жатыр. Бөлімінде a квадрат минус ab плюс v квадрат. Бұл жерде мынаны бір бөлшекке айналдырып, көбейтін түріне келтіріп жаза салайық. Мұнда көбейту, мұнда көбейту амалы бар жақшаның ішінде деп есептесек. Алым мен бөлімдегі бірдей көбейткіштер қысқарып кетеді. v куб менен v квадрат қысқарады, v қалады. Сонда біздің шешіміміз үстінде a плюс v бөлшектің бөлімінде a куб v деген өрнек шығып жатыр. Үшінші есеп тағы да бөлшекті ықшамдап қысқартуға берілген есеп екен. Біз бөлшектің алымындағыны мына түрге келтіріп жазайық. X квадрат минус y квадрат плюс 2y z плюс y квадрат түріне түрлендіруімізге болады. Тең бетіне түрлендірдік. Екінші жақшаны қалпын жазамыз. X плюс y минус z. Дәл осымен бірдей бөлшектің бөліміндегі x плюс y плюс z-ті қалпынша жазайық. Алымындағы жерде xz тағы да x квадрат минус 2xz плюс z квадратты бір жақша қалайық. Минус y квадрат түріне келтірейік. Тең болады. Енді квадраттардың айырмасы. Қосындының квадраты мұнда айырманың квадратының формуласына келіп жатыр. Олай болса, үстіндегіні x квадрат минус y плюс z-тің квадраты деп жазамыз. X плюс y минус z қалпынша жазылады. Астында x плюс y плюс z қалпынша. Екінші жақшаның ішіндегіні айырманың квадраты бұл x минус z-тің квадраты болады. Азайту y квадрат тең болады. Мұнда бірінші жақшаның ішінде x квадрат азайтылған y плюс z-тің квадраты. Квадраттардың айырмасы. Квадраттардың айырмасы екі өрнектің айырмасы мен қосындысының көбейтіндісіне тең болуға тиісті. Сондықтан бірінші жақшаны біз қайтадан көбейткіштерге жіктейміз. Ол дегеніміз x минус y плюс z. Ол дегеніміз минус y минус z деген сөз. Қайтадан осы екеуінің қосындысы. X пен y плюс z-тің қосындысы болуға тиісті. Ол дегеніміз x плюс y плюс z болады деген сөз. Және көбейту x плюс y минус z. Астында да сол сияқты, бірінші жақша қалпынша x плюс y плюс z. Екінші жақшадағыны тағы да квадраттардың айырмасы. X минус z пен y-тің айырмасы, x минус y пен y-тің қосындысы болуға тиісті ол. X минус z минус y, x минус z плюс
y болады. Тең. Енді алым мен бөлімдегі бірдей көбейткіштерді қысқартамыз. Мұнда x плюс y плюс z пен x плюс y плюс z қысқарады екен. Сол сияқты x минус y минус z пен x минус z минус y. Жерде қосылғыштардың орнына ауысып тұрған бірдей көбейткіштер тағы да қысқарады. Онда бізде қалды. Бұл қалмайды. Тең. Екеуі де солай. X плюс y минус z, x плюс y минус z қысқарады. Өрнектің мәні бірге тең болды. Келесі есебіміз бөлшекті көбейткіштерге алым бөлімін көбейткіштерге жіктеп қысқартуға берілген есеп екен. Бұл жерде біз көп мүшелікті көбейткіштерге жіктеудің бір негізгі тәсілі болатын. Көп мүшелікті көп мүшелікке бөлу тәсілін пайдалануымыз тиімді болады. Мұнда біз бөлшектің алымындағы x 4 дәреже плюс x квадрат плюс 1 деген 4-ші дәрежелі үш мүшелікті бөлейік x квадрат минус x плюс 1-ге кәдімгі бағандап бөлу тәсілін пайдаланамыз. Мұнда аға мүше шығатындай етіп, мұнда бөлімдені береміз. Бұл жерде біз x квадратпен көбейтсек, x квадратты онда x 4 дәреже шығады. Мұнда x квадратты x квадратпен көбейтеміз, x 4 дәреже, минус x x квадратпен көбейтеміз, минус x көп болады. X квадратпен 1-ді көбейтеміз, плюс x квадрат болады. Азайту. Бұл көп таңбалы сандарды бөлу сияқты. Орындап отырамыз. Мұнда 4 дәреже. X 4 дәреже болуға тиісті. X 4-ші дәреже. X 4 дәрежені X 4 дәреже азайтылады 0. Оны жазбаймыз. Бұл жерде минус x көп ол плюс x көп болып кетеді. Мұнда x квадрат минус x квадрат екеуі жойылады. Сонда біз тағы да 1-ді түсіреміз. Плюс 1. Енді x көп шығатындай етіп, мұнда плюс x-тен береміз. X пен x квадратты көбейтеміз, x көп. X пен минус x-ті көбейтеміз, минус x квадрат. X пен 1-ді көбейтеміз, плюс x. Тағы да азайтамыз. Нәтижеде x көптен x көп азайтылады 0. Минус x квадрат ол мұнда плюс x квадрат болады. Және мұнда минус x жазамыз. Мұнда плюс 1. 1-ден береміз. X квадрат минус x плюс 1. Деген 0. Бұл деген сөз өрнектің мәні x квадрат плюс x плюс 1-ге тең болатын біз тиімді тәсілмен есептеп шығардық. Бұл жерде біз мына нәтижені пайдаланып, x 4 дәреже плюс x квадрат плюс 1 деген үш мүшелікті көбейткіштерге жіктеді деп көруге болады. Өйткені ол мән бөлгенде мына шығып отыр деген сөз. Мына үш мүшелік бөлгіш пен бөлімденің көбейтіндісіне тең болатын түсінікті бізге. Сонда ол x квадрат минус x плюс 1 көбейту x квадрат плюс x плюс 1 деген 2 квадрат мүшеліктің көбейтіндісіне жіктелінетініне біз көз жеткізіп отырмыз. Мұнда бөлшектің алымында мынандай екі мүшеліктің, үш мүшеліктің көбейтіндісі болады. Біреуі қысқарады, келесі есептің шешімі ретінде қалып отыр.
Жаңағы 5-ші есепте сол алгебралық өрнекті бөлшекті ықшамдау. Бұнда бөлшектің алым мен бөлімін көбейткіштерге жіктеуіміз керек. Ол үшін жаңағы алым мен бөлімін А турасында 2 дегеніміз, турасында А-ның куб дәрежесі деп жазуға болады. Себебі турасында А дегеніміз турасында А-ның квадраты. Оны турасында А-мен көбейткенде турасында А-ның кубы шығады. Плюс 9А дегенде 3 А-ны тағы да турасында А-ның квадраты деп алайық, көбейту 3 деп жазайық. Тең-бетең түрлендірдік 9А дегенде. Қосу тағы да 3 көбейту турасында А көбейту 3-тің квадраты деп түрлендірейік. 27 турасында А дегенде. Мұнда 3, 9, 27 шығып жатыр. Қосу 27 дегеніміз 3-тің кубы. Астындағы өрнекті тағы да осылай тең-бетең түрлендіріп отырайық. Жоғарында айтып кеттік, А дегеніміз турасында А-ның квадраты. Қосылған бұл жерде қосындының квадратына келтіру мақсатын қоямыз. Жоғарыда біз қосындының кубы түріне келтіріп отырмыз. Қосындының кубын. Енді астындағымыз қосындының квадрат түріне келуге тиісті екенін байқаймыз. Өйткені А дегеніміз турасында 3-тің квадраты, 9 дегеніміз А дегеніміз турасында А-ның квадраты, 9 ол 3-тің квадраты болуға тиісті. Ал мына жердегі 6 турасында А дегеніміз турасында А мен 3-тің екеселенген көбейтіндісі болады. Сондықтан оны жазамыз. Екеселенген турасында А көбейту 3 деп тең-бетең түрлендіреміз. Қосу 9 дегеніміз 3-тің квадраты. Олай болса, бөлшектің алымы жаңағы қосындының кубының формуласы бойынша тең болады. Турасында А плюс 3-тің жақшаның сыртында кубы. Бөлімінде турасында А плюс 3-тің жақшаның сыртында квадрат. А плюс турасында А плюс 3-тің кубын турасында А плюс 3-тің квадратына бөлеміз. Немесе квадрат дәреже 3-пен кетеді. Немесе дәрежені бірдей көрсеткіш дәрежелерді бөлу, дәреже көрсеткіштер азайтылуға тиісті. 3-тен 2 азайтылады. Немесе 1 дәрежесі қалады деп көруге де болады. Сонда есептің жауабы турасында А плюс 3-ке тең болады. Сонымен алгебралық өрнектерді ықшамдауға арналған кезекті сабағымызды аяқтаймыз.